Өлейін десем ақшам жоқ. Әңгіме. Достар, әңгімені тыңдамас бұрын қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Өлем деп ойладым. Өлгенде бекерден бекер өле салмайсың ғой. Просто қатынымның, жұрттың, өзіңде еркектері деген сөзі өтіп кетті да. Өзім пәтер жалдап тұрамын. Айлығым жер алып үй салуға жетпейді. Қарыз деген шаш етектен. Қаным басыма шауып тұрғанда жұрттың еркегі де бәле болды. Пәленшенің байын қарашы әне деген сөз-ақ жүйкемді жұқартып бітті. Қыз кезінде сіз деп сызылып тұратын сыпайы қатынымнан бұл күнде жұрнақ та қалмаған. Бірдеңе айтсаң, бетіңнен алып төсіңе шауып тұрады. Табысың мардымсыз болса, қатын екеш қатынға да абыройсыз екенсің ғой. Бәрінен құтылғың келіп, ең тиімді тәсілі осы деп ойладым. Бұл қатыныммен кезекті ұрыстан кейін басыма келген соңғы ой нақты шешімім болатын. Сол қардыммен сарайға кіріп, асылатын жіп іздеп жүргем. Тапқанымда сол еді, қожайыным жетіп келді. Ой, тыныштық па? Не істеп жүрсің менің сарайымда? Бұл құрып қалғыр сарай менікі емес екенін сонда ғана есіме түсті. Өлейін деп жүрмін, шаршадым бәрінен. Басқа өлетін жер таппадың ба не қалды? Қой айналайын, өлесің ба басқа жерге барып өл. Ертең сен тұрсаң асылып, мен жүрсем милицияға жауап беріп. Басыма бәле тілеп алар жайым жоқ, айналайын, шық бұлай, деді қожайын. О, сүм дүние десеңші, мен өлейін деп тұрсам, қожайын өз басының тыныштығын тілеп тұр. Қой айналайын, ашуыңды бас, қазір кім жетісіп жүр дейсің, деген сияқты жылы сөздерін күткем негізі. Аптығым басылып қалды, сонда да бой бергім келмей. Ешкім мазаламайды, өз еркіммен өлдім деп, қағаз жазып кетем, деп далбасалап қалдым. Қожайын көнбеді. Көнбек түгілі, келін, келін, деп үй жаққа қарап, айқай сап, қатынымды шақырып алды. Оның да ашуы оңайлықпен басыла қоймайды. Шашы жалбырап, етегі далаңдап, лезде жетті. Ойбай-ау келін, мынауың өлем дейді. Тым құрса, күйеуің де деген жоқ. Мынауың. Кім? Мынау да. Әйелім мынаудың кім екенін енді түсінгендей, бетіме ажырайып қарады. Өлем дей ма? Сөйтеді. Сарайда апыр-топыр шашып, жіп іздеп жүр. О, сорлы, деді қатыным. О, сорлы, өлгішін қарашы мынаның. Мен де соны айтам да, деп қожайын қыстырылды. Сен сұмырай, неменеңе жетісіп өлмексің? Сен түгін кетпейді, өлесің де кетесің. Екі ортада мен сорлайым ғой. Өлгенде 9 адам сынап келеді, біреуі жылап келеді. Сенің жетісің, 40-ың, бейшенбілігіңді өткізу менің сорым болады ғой. Қазір 100 күндік деген шыққан, деп қожайын құрғыр тағы қыстырылды. Соны айт. Өлім бардың малын шашады, жоқтың артын шашады деген. Жумасай нам пісіріп, аруаққа Құран бағыштап отырмасаң ұятты, деп қожайын үлкен ықыласпен тағы қыстырылды. Әйеліммен бірінші рет ұрсуым емес, бірақ мақалдатып ұрысқанын бірінші рет көруім. Қожайыным қоштап, ол бастап біраз жерге дейін барды. Сөзінен түсінгенім, өлсем көмусіз қалады екенмін. Қысқасы, менің өлімім ол үшін қып-қызыл шығын. Сол шығынымды өтеп алсам болды. Жолымнан қалдырып, етегімнен тартайын деп тұрған ешкім жоқ. Жақсы ит өлгенін көрсетпейді деген. Өлесің ба, шығыныңды жауып кет. Саған бола тырыштанатын жайым жоқ, деп қатыным тоқатерін айтты. Бір қарағанда оныкі рас еді. Өлуін мен өлем. Ол байғұс жаназама дастархан жасап, басыма тас қойып, қой құрсын, шығынымды жауып кетейін деп ойладым.
Ары-бері ойлап өзімді көметін спонсор табуым керек деп шештім. Шешкенде бұл мәселеде көмек беретін бір ғана адам бала күннен бірге өскен досым ғалым еді. Ол қазір жеке кәсіпкер, аудандық мәслихаттың депутаты. Жағдайы жақсы, қалтасы қалың. Қатынымның айтатын жұрттың еркегі салып ұрып соған бардым. Баруын бардым ғой, алдына зорға кірдім. Обалы не керек, жақсы қарсы алды. Хатшы қызға шай алдырды. Шай үстінде жағдайымды, неге келгенімді сұрады. Болары болды. Не жасыратыным бар, өлетінімді айттым. Асан досым ұзақ ойланды. Көзін бір нүктеге қадап ап, облыс көлеміндегі мәселені шешкелі тұрғандай ыңырланды кеп. Менде де үн жоқ. Шәйнектегі теген шайды сорыптап отырмын. Әлден уақытта ғалым тілге келді. Сені ауылға апарып қоямыз ба, әлде осы қалада қоямыз ба? Досымның бұл сөзі саған төсекті төргі бөлмеге салайық па, әлде далаға жатасың ба дегендей жайбарақат шықты. Ауылда әке-шешем жатыр. Туған жерім ғой. Дұрыс қой, бірақ менде уақыт тапшы, өзің білесің. Мейлі, онда қалада қала берейін. Екеуміздің әңгімемізді сырттан естіген кісі мені әскери борышын өтеп қайтуға барады екен деп ойлаған шығар. Қалада қалғанда дайындап қойған жерің бар ма еді? Алғашында әзілдеп отыр екен деп ойладым. Ойбай-ау, қалада жерім болса, моламды салғанша үй соқпаймын ба? Ғалымға осылай дедім. Сонда сен маған зираттан жер әпер деп отырсың ба? Енді ыңғайына қарай көресің. Ой, айналайын, сен ол жерден жер алу үшін қанша екенін білесің ба? Сенің өлуің ештеңе емес, моладан жер алу керек. Одан кейін қатарыңнан кем болмау үшін басыңа кесене тұрғызу керек. Қысқасы, ғалым досым спонсорлықтан бас тартты. Тартқанда түбегейлі емес, сен алдымен жеріңді дайындап ал, басқасын мен көтерейін деп жомарттықтың тамаша үлгісін көрсетті. Ол да болса көңілге демеу. Асылып өлетін арқанымды жоғалтып алмай тұрғанда жататын орнымды ыңғайлап алайын деп қаланың шетіндегі молаға тарттым. Барсам, о, тобай, тоба, шынымды айтсам, өліктердің жататын жайы менен әлде қайда ілгері екен. Осы біз қаладағы кейбір байлардың үйіне қызығамыз ғой, керемет екен деп. Мұндағы кейбір өліктердің басындағы соғылған кесене кереметтің өзін де таң қалдырады. Кесене түгілі біреуінің басына қойылған тастың құны мен секілді 10 шақты байғұстың бір жылдық табысы шығар. Дұрыстап өлудің өзі де бір бақыт екен ғой. Қой деп ойладым. Мен өлген соң жұртқа күлкі болмай дұрыстап өлейін. Мен де бұл әулеттің азаматы едім ғой. Пәленшенің баласында белгі тас та жоқ деп аузы жеңіл біреулер ертең молама күлер. Сол оймен сүмірейіп үйге қайттым. Банктен хабарласты. Несиені төлеңдер дейді. Деп әйелім табалдырықтан аттамай жатып тағы бір міндеттеме жүктеді. Демек кесенеге емес несиеге ақша жинау міндет тұр екен ғой алдымда. Тірі адамға тіршілік бітпейді ғой. Сол оқиғадан кейін 6 жыл өтті. Күні кеше несиемді төлеп біттім. Енді кесенеге ақша жинауым керек еді. Тек бала өсіп қалыпты. Менің пәтерден пәтерге сандалғаным жетер. Тым құрса балам өз шаңырағында отырсын деп, енді балам үшін ақша жинап жүрмін. Саған кішігірім баспана тұрғызып берсем, сосын өзіме.
Оған дейін өзімде бір жақты болармын. Зәулім кесене болмаса да кең даланың бір бұрышынан тоқымдай жер тиер. Әкем салған баспана еді деп мені төргі бөлмеге сақтап қоймасы анық. Ленин емеспін ғой. Ал әзірше өлейін десем ақшам жоқ. Достар, егер де әңгімем ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сан секілді тағдырлар көп. Менімен бірге болған